Ассалаумағалейкум. Бүгін біздерде мынандай 220 вольттық циклический таймер, яғни бұған вентиляцияға қояды, кейбір кезде освещениеға да қойып жатады, насостарға қойып жатады белгілі бір уақытта. Мысалы 20 минут жұмыс жасайды, 10 минут демалады, сол сияқты циклично жұмыс жасай береді. Немесе питание берген кезде бірлестейді, демалып тұрады, келесі уақытын күтіп отырады, сол сияқты. Мысалы бұның моделі T3230 деген циклический таймер. Артынан қарасаңыздар, бұл жерде подключениясының номерлары, нелері, схемалары бар. Мысалы LN дегенге 220 вольт береміз. S1, S2 дегенге, мысалы фаза берсек, S1-ге S2-ден фаза шығады. Немесе S1-ге плюс берсек, 12 вольт болып жатса біздің вентиляторымыз. S1-ге плюс береміз, S2-ден плюсті аламыз. Қазір енді біз 220 вольтқа қосып көреміз. Сіздерге көрсетеміз соны. Мысалы дерлік 220 вольттың бір проводын аламыз да, вентилятордың. Біздің қолымыздағы вентилятор 120 мм-лік 220 вольтқа арналған. Оны мысалы айтарлық N деген жерге қосайық. Бір проводын және де 220-ның бір проводын. Жақсылап қосуға тырысыңыздар, өйткені бұл 220 вольт өте қауіпті. Сол үшін қосқасын контактыларыңызды жақсылап қараңыздар. Екіншісіне біз перемычка береміз, яғни бір провод аламыз да, осындай қосып және перемычканы аламыз да, мысалы S1-ге немесе S2-ге қоссаңыз болады. Оны енді өздеріңізге қалай ыңғайлы. Маған мысалы қазір біз S1-ге бергеніміз ыңғайлы болады. Перемычка S1-ге бердік. Көріп алыңыздар. Жақсылап қараңыздар. L мен N-ге 220 бердік. Плюс L-дан перемычка S1-ге бердік. Вентилятордың бір проводын N-ға қойдық. Қарасаңыздар, қара провод біреу N-да тұр. Екінші бір проводын S2-ге қоямыз. Соңғысы бос қалды. Осыған жалғаймыз вентилятордың екінші проводын. Ал енді 12 вольтқа қосқан жағдайда басқандай болады негізі. Оны тағы да түсіндіріп өтем. Вентилятордың жұмыс жасағанды байқап отырасыздар қазір. Осының бәрін жақсылап жасап, енді 220 сетқа қосамыз. Қарап отырсаңыздар, мына out деген қызыл жанды біздің вентиляторымызға команда берді. Яғни біздің вентиляторымыз жұмыс жасап бастады. Қарасаңыздар, дауысы да естіліп тұр. Мынау қазір бізде секундтық жұмыс жасап жатыр, яғни 80 секунд жұмыс жасайды, 50 секунд демалады. Сол сияқты тағы да кете береді ары қарай. Енді программировать еткен кезде сетпен, мысалы цифраларды қанша қойғыңыз келеді, сетті бастыңыз, жоғары көбейттіңіз, немесе төмен қарай азайттыңыз. Сол сияқты сетті тағы да басасыз да, демалу уақытысын қаншаға қоясыз, өзіңіз қарайсыз. Енді глубокий настройкаға кірсек, мысалы терең настройка жасау үшін, ол үшін сетпен үстіңгі кнопканы бірге басамыз. 5-6 секунд басып тұрғасын, бізде P00 деген шықты. P00 деген бізде секундпен жұмыс жасайды. P01 деген бұл минутпен жұмыс жасайды. P02 деген бұл сағатпен жұмыс жасайды.
біз әзірге P00 секундпен жұмыс жасайық. Сетті тағы бір басамыз, бұл әр программа. Яғни P11 деген бұл бірлестейді де демалады. Тезірек жасау керек бұл жерде. Сетпен жоғары кнопканы бірге басып, сетті бастық. Біздің жағдайымызда егер циклический жұмыс жасау керек болса, P1-4 немесе P1-5. Яғни қызыл жеріміз жұмыс жасайды, көк жеріміз демалады. Қарап отырсаңыздар, қазір кішкене несін азайтайық. Уақытын мысалы бір 15 секундқа қойық. 15 секунд жұмыс жасайды. 10 секунд демалсын дейік. Өз автоматик сохранить етеді. Қарап отырсаңыздар, 10 секунд қалды. Вентиляторымыз өшті. Қайтадан жұмыс жасады. Яғни бұл секундты минут қылсаңыз да болады, сағат қылсаңыз да болады. Бірақ бұл жерде либо секундпен жұмыс жасайды, либо минутпен жұмыс жасайды, либо сағатпен жұмыс жасайды. Енді қарап отырсаңыздар, 99 секундыңыз, мысалы 999 секундыңыз 16 минут па, сондай болады максимально. Я болмаса 999 минут максимально. Онымыз где-то бір 32 сағат қойдым. Осы сияқты міне. Вентилятордың осы орнына лампа да қоя берсеңіз болады, үлкен вентилятор да қойсаңыз да болады. Осындай болады. Енді 12 вольтқа қосқан жағдайда, мысалы, мен сіздерге мынандай 12 вольттық вентиляторды көрсетейін. Бұл жерде егерде 4 провод болса, 4 проводтың қызыл проводы плюс болады, қара проводы минус болады. Бұл жерге блок питания керек болады. Блок питания, яғни мына жерде қарап отырсаңыздар, қосылуы тура солай қала береді. LN-ға 220 бересіз де, перемычканы алып тастайсыз, бұл кезде қоймайсыз. Мына вентилятордың қызыл проводын S2-ге қоясыз да, блок питания, яғни 12 вольттық блок питания керек болады бұл жағдайда. 12 вольттық блок питания қазір мен сіздерге қосып та көрсетейін қазір. 12 вольтқа келгенде, мысалы 220 вольтты қалдыра береміз, LN-ға 220-ны қайтадан қосамыз. Мысалы, егерде біздің таймеріміз 220-ға жұмыс жасайтын болса, енді 12 вольт вентиляторымызды аламыз. Мысалы, мына жерде бізде 3 амперлік ыңғай келсе, бұл 3 амперлік болса, 5 амперлік блок питания қойғаныңыз дұрыс. Біз енді 2 амперлік блок питания тексеріп көреміз. Қазір біздерге қалай қосу керектігін көрсету үшін. Андай обычный блок питания 12 вольттық, 2 ампер, даже 1 ампер екен. Мысалы, бұл жерде қалай қосамыз? Плюсті, яғни плюс біздің қызыл провод болады, оны S2-ге қосамыз. Және де блок питанияның плюсын, қызыл проводын S1-ге қосамыз. Ал екінші қара проводты бұл минус. Бұны блок питанияның минусына прямой қосамыз, өзіне апарып қосамыз да. Бұл жерде 12 вольттық сондай қатты қауіпсіз. Бұл қауіпті болып саналмайды. 12 вольттық напряжение қуат. Қалай қосқан тағы да қарап өтесіздер. Мына екі проводты қоспасаңыздар болады, егерде 4 пиндік болса. Блок питанияны қосамыз, және де бірінші 220-ны қосайық.
одан кейін 12 вольттық блок питаниені қосамыз. Айланды, бірақ біздің блок питаниямыздың күші жетпейді. Айланды, тоқтады. Қазір көк біткен соң қайтадан айлана бастайды біздің вентиляторымыз. Бірақ блок питаниямыздың күші жетпейді. Көрдіңіз бе? Қатты айландырмай тұр. Айланып тұр, бірақ қатты айланбайды. Сол үшін блок питанияңызды 5 амперлік қойсаңыз өте жақсы болады. Қазір тоқтады, қайтадан қосылады. Қайтадан қайталап өтеміз. Қосылу жағын вентилятордың қызыл қара проводы болады. Қызыл проводын S2-ге қоямыз. Вентилятордың қара проводын блок питанияның минусына прямой апарамыз. Екінші S1-ге блок питанияның плюсын, яғни қызыл проводын прямой апарамыз. Одан кейін LN-ға 220 вольтты жалғаймыз. Осылай. Настройкасына қайтадан келсек, мысалы цифрларды қалай қозғаламыз? Сетті басамыз, көбейтеміз немесе азайтамыз. Сол сияқты астыңғысында азайтамыз немесе көбейтеміз. Өз автоматически сохранить етіледі, немесе рестартты бассаңыз болады. Енді глубокий настройка қалай келеміз? Сет пен жоғары кнопканы бірге басамыз 5-6 секунд. P00 деген шығу керек. P00 деген шыққан кезде бұл секундпен жұмыс жасайды. P01 деген шыққан кезде бұл минутпен жұмыс жасайды. P02 деген бұл сағатпен жұмыс жасайды. Сол сияқты өзіңізге керегін қоясыз. Минутпен ала берейік. Одан кейін сетті тағы басасыз. P1 5. Бұл циклический. Именно осы циклический уақыт болып саналады. Сосын тезірек жасау керек. Секундты алдық. Сетті тағы бастық. P1 5. P1 4, P1 1, P1 0-ға дейін кете береді. P1 5. Осындай.